Халқымызда көргені жақсы көш бастайды деген қанатты сөз бар. Қазақ көшін 30 жылдан астам бастап келе жатқан Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүгінгі үндеуі халқымызды бірлікке, ынтымаққа шақырды. Төтеннен келген нәубетпен күресуде Қазақстан Республикасының президенті менен үкіметтің жергілікті атқарушы органдардың қойып отырған қатаң талаптарын сақтауға шақырды. Қытай елі бұл індеттен сол қатаң тәртіптің арқасында бұл індетті ауыздықтады. Елбасы үндеуінде аға ұрпақ өкілдеріне сөз арнады. Аға ұрпақты елді бірлікке, ынтымаққа шақыруға, жақсы істер, игілікті істердің басында болуға, салауатты өмір салтын ұстауға шақырды. Елбасы жас ұрпақ өкілдеріне сөз арнады. Еліміздің болашағы сіздер, бүгінгі жас ұрпақ егемендігіміздің құрдастары. Аға ұрпақ өкілдері мына сіздер үшін қолынан келгеннің барлығын жасады. Енді кезек сіздерде, халқымызда 30-ыңда ордабыз деген қанатты сөз бар. Игі істер істеуге ұмтылыңыздар деді. Елбасы кәсіпкерлерге сөз арнады. Еліміздің егемендіктің 30 жылдың ішінде мынау елбасының бастамасымен жасалынған Қазақстан 2050 бағдарламасының ішіндегі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының арқасында елімізге 1000-нан аса жаңа кәсіпорындар ашылды. Көп кәсіпкерлер бүгінгі күні аяғынан тұрды. Сол кәсіпкерлерге енді еліме не берем деген уақыт келді деді. Кезегінде кәсіпкерлер де елбасының бастамасымен құрылған «Біз біргеміз» қорына бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметіне бойынша 14 миллиардтан астам қаржы құйды. Бұл игі іс ары қарай жалғасын табады деп сеніп отырмыз. Мынау қиын кезде белді бекем болып, ынтымақ бірлікті берік қылып, сол президенттің, үкіметтің талаптарын орындап, бұл қиындықтан да шығамыз деді. Қазақстанды мәңгілік ел болуға бастайтын бағыттарды елбасымыз айтып берді.